Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгінгі тақырып әлсіздік жайлы. Жалпы біз қоғамда, жалпы жетістікке жетуде, бір биікке жетуде, өмірі бір жетістіктердің биік шыңынан көрінгіміз келіп жатады, сол уақытта біз мықты болуымыз керек деп ойлап, керісінше кетеді екенбіз. Жоқ, жетістіктің құпиясы керісінше әлсіздікте екен. Сіз әлсіздік танытып, өзіңізді бір үлкен ұлы жаратушының, өзіңіздің үстіңізде бір үлкен мықтылықтың, бір мықты үлкен күштің бар екендігін біліп, оның алдында әрқашан әлсіз құл екеніңізді мойындаған кезде, әрбір іс жеңілінен, оңайынан келеді екен. Алла тағала жалпы кез келген жетістікті әлсіздердің есебіне беріп қояды дейді. Оған мысалы білесіз, теңізде, суда, өзенде бір түп жусан қойсаңыз да, алып жүрсеңіз, тіпті адамның өзі ағып кетеді, 80 кг, 90 кг, бірақ неге екені белгісіз, сіздің миыңыз жетпейді. Теңіздің түбінде небір өсімдіктер бар, небір дүниедегі адамдардың қол жете алмайтын, баға жетпеген, кейбір адамдар тіпті көзімен көрмеген неше түрлі мықты дәнді дақылдың бәрі сол теңіздің түбінде. Ол не үшін деген кезде, балықтардың әлсіздігіне берілген сый екен. Олар былай қарасаң, суда, жай бір қарап отырсаң, судың ішінде ешбір тіршілік жоқ, ешбір өмірдің қызығы жоқ сияқты көрінеді. Барлық қызықтың бәрі құрғақ жерде, құрлықта сияқты көрінеді екен. Ал шындығына келген кезде, оның астында суда да керемет әлем бар. Барлығын жалпы суға байлап қойған, соған қарап отырып не деуге болады екен? Алланың жаратылған жаратылысы сізді әлсізірек бол деді ма? Біз мықтырақ болғымыз келіп кетеді. Мықтырақ болған сайын біз көптеген сынақтарға, көптеген қиындықтарға ұрынады екенбіз. Оның да мысалы жыртқыштар, біз мықтымыз, біз бірімізден біріміз өткенбіз, мықтылығымызды дәлелдейміз деп жүреді, күн сайын неше түрлі қауіп қатерге толы өмір сүреді екен. Қасқырлардың азығы мынау деп көрсетіп қойған азық жоқ қой. Олар жолында кезіккен жемтігінен жеңілмесе ғана азық табады. Ал жеңілсе, солардың жемтігі болып кете береді. Тура сол сияқты біз мықтырақ бола түскен сайын, біз мықтымыз деген сайын, біздің тәкаппарлығымыз өсіп, кеудемізді керген сайын, біз шыңдалып мықты болып кеттік деген кезде бізге сынақтың көкесі келеді екен. Бізге сол жерде құлау, сүріну басталады екен. Сондықтан заңдылыққа, бір Алла тағаланың заңдылығына бағынып, әрқашан, әр сәтте жүрегіміздің түбінде, түкпірінде үлкен бір жаратылыстың, жаратушының бар екенін, соның алдында әлсіз құл екенімізді мойындап жүрсек, Алла тағала өз ашқан кеңірдегін өзі бітемейді деген бар. Ендеше рызық несібенің барлығы, небір байлық пен бақыттың, берекенің жасырынған жері, ол сіздің әлсіздігіңізде екен. Сондықтан сіз әлсіз бол деген сөз жату емес. Ол көкірегіңді көтеріп, мен деуден аулақ бол. Әрқашан өзіңнен мықты, сені жаратқан, сенен биік бір жаратушының бар екендігін жүрегіңнің түкпірінде мойында. Қуатты болыңыздар, бақытты болыңыздар. Істеріңізге Алла берекесін берсін.